Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 68-ші бабына сәйкес жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауы тиіс. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 79-ші бабына сәйкес жұмыс беруші жұмыскердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытының есебін жүргізуге міндетті. Жұмыскер жұмыс істеген және жұмыс істемеген уақыт есепке алынуға тиіс. Бұл ретте үстеме жұмыс уақыты, түнгі уақыттағы жұмыс, демалыс, мереке күндері, іс-сапар күндері бөлек ескеріледі. Еңбек кодексінің 78-ші бабына сәйкес үстеме жұмыс тәулігіне 2 сағаттан, ал ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда 1 сағаттан аспауға тиіс. Үстеме жұмыс айына 12 сағаттан, ал жылына 120 сағаттан аспауы қажет. Бұл сағаттар жұмыскерге жоғары мөлшерлеме бойынша төленеді. Еңбек кодексінде ең төмен мөлшерлеме белгіленген жұмыскердің күнделікті немесе сағаттық мөлшерлемесінің 1,5 мөлшері. Еңбекке ақы төлеу кезінде осы жұмыс үшін қосымша ақы жұмыскердің белгіленген тәуліктік сағаттық мөлшерлемесінің 50%-нан төмен емес мөлшерде жүргізіледі. Тараптардың келісімі бойынша үстеме жұмыс үшін 1 сағаттан артық, жұмыс үшін кемінде 1 сағат демалу есебінен демалыс сағаттарын беруге жол беріледі. Жұмыс берушінің жұмыс уақытының қалыпты және қысқартылған ұзақтығын және күнделікті жұмыс ауысымын заңсыз асыруы, сондай-ақ үстеме жұмыс ақысын төлеу жөніндегі заңнама талаптарын бұзуы әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады. Еңбек құқықтары бұзылған жағдайда жұмыскерлер, сондай-ақ олардың өкілдері сенімхат бойынша е-өтініш платформасы арқылы аумақтық еңбек инспекциясы бөлімшесіне жүгіне алады.